Астана мен Алматы карантинге жабылды, қаладағы студенттер, басқа адамдар өздерінің жаңағы қалаларына, ауылдарына қайтып жатыр деген сияқты. Сонда таксидің бағасының көтерілуін көрсеңіз, ана масқара. Кемшес өсіріп жүрген. Ақтөбені су басқан кезде 2-3 мың тұратын резеңкетті оннан сатты. Қордайдың ана перевалы бар асуда. Қарғаға малып қалғандарға бір бөлкенен 2 мың теңгеден саудалау секілді мысалдар естіп атамыз кейде. Бұл да сол ұятсыздықтан, ынсапсыздықтан, арсыздықтан туғанына дүние. Ұяты болса әрға жібермес еді. Елдің басына осындай дүрбелең келіп жатқанда сынаққа түсіп, елдігіміз сынаққа түсіп жатыр бұл жерде. Ар мен ұятымыз санатын кезде осындай ең аяулы қасиеттерді ысырып қойып, бір күндік тамағымен осындай дүниеге баруымыз, бұл да адамның бір ұяттан күсіп қалған жағдайда болатын нәрсе. Жаңағыда ұятмен деген секілді теріс насихаттар болса, енді бір басқалар істеп жатыр ғой жаңағы. Что оның тұрған не бар? Бұл да бір сұмырай аяқталу. Сонда елдің бәрі пара алып жатыр, пара беріп жатыр, елдің бәрі қазір заң бұзып жатыр, елдің бәрі некеге дейін жаңағы ардан аттап жатыр ғой, елдің бәрі аборт жасатып жатыр, оның тұрған не бар? Осылайша жаңағы өсек өтірік мақтаншақтық, жігіттің сөзінде тұрмауы, уәдеден тайқу, аманатқа қиянат, осалдық. Ата-анаға құрметсіздік, досқа сатқындық, қыздың арын сатуы, зина, алаяқтық, пара, тағысын тағы. Бұның бәрі ұят емес жағдайға жетті қазір. Нормаға айналды кейбір ұятсыздықтар. Анау тоқтатады, бергеніне шопыр ұялмайды, алғанына анау ұялмайды. Өзі бір қияметтің белгісін баяғыда шалдар айтқанда, мысалы үшін әділетсіздік, арсыздық нормаға айналады дейді ғой. Арсыздық нормаға айналған қоғамның болашағы түсінікті бұлыңғыр енді. Қазір жаһанданып жатырмыз дейміз, еліктейміз, дамыған қоғамнан үлгі алып жатырмыз дейміз. Не пайда сенің дамыған қоғаммен жағаласа жарысқан егер адами құндылықтардың қазынасы ортайып жататын болса? Абай айтады, ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып сөгіс қылған қысымның аты дейді. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді, көзің жасын, мұрның суын сүртіп алуға қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгілі еш нәрсені көрмей қалады дейді. Қылған ісіне осыншалық деңгейде алатын адам бүгінде біз арамызда бар ма ағайын? Болса бар ғой енді, ел болған соң болатын шығармыз енді. Бірақ некен саяқ, тағы да кейбір өң болмаса анда-санда.